13-ші есеп. Есептеңіз. Мұнда көріп тұрмыз, бөлшектің алымында да өрнек бар, бөлімінде де өрнек бар. Біз өзімізге ыңғайлы болу үшін өрнекті ықшамдап алайық. Яғни мына жерге ортақ бөлімге келтірейік. Мұнда 2 береміз, мұнда 1 береміз. Ортақ бөлімі 6. Мұнда да 2 береміз, мұнда 3-тен береміз. Енді қарайық. X-тан азайтамыз. 6-дан 1-ге 6-дан 2-ні қоссақ, ол 6-дан 3 болады. 6-дан 3-ті қысқартсақ, ол 2-ден 1 болады. Яғни алымында 2-ден 1, бөлімінде де 2-ден 1. Осыны бөлеміз. 7-ден азайтамыз. Алымында 6-дан 2 қосылған 6-дан 5 шығады. 6-дан 5, оны бөлеміз 6-дан 1-ге. Ол тең болады бізде 3,5-ге. Енді қараймыз. 2-ден 1 мен 2-ден 1 олар қысқарады, немесе бөлінеді. Яғни 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге бөлгенде ол 1-ге тең болады. Сонда x азайтылған 1 болады алымында. Енді бөлімін қарайық. 6-дан 5-ті 6-дан 1-ге бөлсек, онда біз мынау 6-ларды қысқартып жіберсек болады. Сонда 5-ті 1-ге бөлсек 5 болады. Сонда бөлімінде 7 азайтылған 5. Тең 3,5-ге. Енді амалды орындайық. X-тан 1-ді азайтсақ, бөлімінде 2 қалады. Тең 3,5. X минус 1 тең 2 көбейтілген 3,5 деп жазамыз. Мынау 2 бар, мұнда көбейтіледі. Себебі ол теңдіктің сол жағында бөлініп тұр. Сонда x азайтылған 1 тең 2-ні 3,5-ге көбейтсек 7 болады. X тең, мұнда 1 азайтылып тұр, ол теңдіктің оң жағына барып қосылады. 7 қосу 1, ол тең 8-ге. Яғни жауап 8. Нұсқалардың ішінде С нұсқасы дұрыс.